аспаптары бар. Балалар, мынау менің қолымдағы қандай аспап? Домбыра. Олай болса, домбыраның үнін естейікші. Кәне бәріміз тыңдайық, домбыраның үні қандай болар екен? Да, балалар, бағана біздің айтқан ұлттық домбырамыз. Ал енді осы ұлттық аспапты Ибрахимнің әжесіне береміз. Қадыр Мырзалы атамыздың қазақтарды шетел қонақтарымен таныстыру деген ән айтып беремін. Жайлауында жүрген жігіт бағып той, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осыне қанық той. Қазақтың дастарханы берекенің белгісі, ұлттық тағам ұрпаққа мұра, дәмнен басталған тәрбие жүрекке жол табады. Біз жаңа ұлттық тағамдарымызды, ұлттық біздің дастарханымыздың басында отырдық, иә? Ұлттық тағамдарымыз біздің ұлтымыздың көрінісі, иә? Және де біздің қандай ұлттық ойындарымыз бар. Мына қоржынның ішінде не бар екенін білесіздер ме? Бұл бізде асық бар, дұрыс айтасыздар. О, басталды ма? Дайынсыңдар ма мергендер? Мен оңайлықпен қолға түсе салмаймын. Әй, жарайсың. Бірақ келесі жолы мен қашып кетемін. Кім жылдам, кімнің қолы шапшаң? Епті болсаң, дәл қазір дәлелде. Біз асықтар жайтас емеспіз. Біз ата-бабаңнан жеткен аманатпыз. Менде 6 асық. Менде 14 асық. Менде 2 асық. Ал енді балаларым мынау енді бүгін керемет мынандай ұлттық ойын өткізіп жатыр екенбіз. Енді ұлық берсін, ұлттық тағамымыз көп болсын, неше түрлі еліміз, жұртымыз тыныш болсын, аман болайық, бейбітшілік заман болсын. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Мінеке балалар, бүгін біздер ұлттық ойындар еліне саяхатқа шығып келдік, иә? Барлықтарыңызға рахмет.